тоқтату, жауапкершілікті сезіну, есеп ес жинау, мықты болу. Бұны тек сәбилі болып, ақ құрсақтан атанғанда ғана түсінеді екенсің. Сол үшін де барлық аналарға тағзым еткім келеді. Анаңның қадірін өзің ана болғанда түсінесің дегенді жиі естуші едім. Сәбиіңізді алғаш бауырыңызға басып, құшақтағанда, алақаныңызға алғанда сіз мүлдем өзгересіз. Ана болып, бір бақыт, нәрестені өпеткен желден қорғап, пана болып, зор бақыт екен сезінесіз. Ой, сұлуларым менің қазір кетіңдер. Шайнаш болып отырмын, байма? Анашым, не қабайдыңызды қақтап дейсіз? Бұл бөлікте қазір кетсе ғой. Рахмет, анашым, біз қатты жақсы көреміз. Қағаз қылайсыз, көршім, Алғыр. Ой, жаным менің қазір кетім. Мен де саған көптен бері ұялы телефон алғым келген. Рахмет, анашым, неткен ғажапсыз. Андай жоқ телефон екен. Рахмет сізге, мен сізді қатты жақсы көремін. Алып беріңізші. Ой, шкафтың ішінде тұрған шығар. Жүр кетіп бір кезек көрейік. Анашым басым қатты ауырып жатыр. Ой, бұл балапаным менің қайсы кәні? Қызуым бар сияқты, қабая бүгін сені қыдыртам ба деп едім. Жоқ, анашым, мен жазып кеткен шығармын, қызған жерім жоқ шығар. Өтініш барайықшы. Жақсы, онда тез киін. Алақай, анашым, сіз керемет жансыз, мен сізді жақсы көремін. Анашым, маған байқау болғанды көмектесіңізші. Қайсы? Бұл тест ба? Қайсы? Қиын емес қой. Рахмет, анашым, сізді қатты жақсы көремін.